ойламатсыңдар ма, отырыңыздар. Жақсы оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу. Бұл тақырыпты біздер өткенбіз, бүгін сол тақырыпқа практикалық жұмыс жасаймыз. Енді қазір алдымен топқа бөлініп алайық, иә? Енді сабағымызды бастамас бұрын әуелі 3 топқа бөлініп алайық, иә? G платформасы бойынша stopwatch күнделікті stopwatchпен топқа бөлінеміз қазір. Так, бірінші топтың оқушылары Аяжан, Ақторғын, Асылай, Елдос, Қадиша, Келжан, Әділбек, Жұлдызай. Бұл бірінші топтың оқушылары. Уақыт сендердіңдерің. Орындарыңа бара қойың. Сосын бірінші топтың оқушылары ана жерге барып аттарын жаза қойың. Бірінші топтың оқушыдан бір оқушы ана жерге барып аттарын жаза қойың. Бірінші топтың оқушылары осылар болды. Енді екінші топтың оқушылары Айғабыл, Шахмардан, Данияр, Жол тобы. Данияр, Ерасыл, Баймұрат, Игілік, Дияр. Үшінші топтың оқушыларын көрейік, кімдер екен? З. Айзере, Хангелді, С. Айзере, екі Айзере де бір топқа кеткен екен, я? Меруерт, Қуанқан, Әлияхат, Атажан. Өте жақсы. Сабағымыздың жалпы мақсаты, оқу мақсатымыз, балалар. Оқу бағдарламасына сәйкес қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа жылдамдығын есептеу ғой негізі. Сосын жолдың, уақыттың тәуелділік графигін тұрғызып үйрену, я? Негізгі мақсатымыз. Ал қазіргі сабақтың мақсаты оқушылар жылдамдықты және орташа жылдамдықты формулаларымен есептейді, я? Бірліктерді метр секунд, километр сағатқа, километр сағатты метр секундқа айналдырып біледі. Сосын өздерінің теориялық білімдерін практикалығымен ұштастыру арқылы бүгінгі көптеген жағдайлармен байланыстырып, күнделікті жағдайлармен байланыстырып, қазір жұмыс жасаймыз, я? Жақсы. Енді сабағымызды бастамас бұрын алдымен жаңа енді топқа бөліндік қой. Топтарымыздың атын қарап алайық. Бірінші тобымыз сонда біздің жылдамдық тобы, екінші тобымыз жол тобы, үшінші тобымыз уақыт тобы. Оқушылар, енді жаңағы өткенді қайталауды Educa Play мен өткенді қайталай қояйық. Так, материалдық нүкте дегеніміз не дейді? Қарастырып отырған жағдайы өлшемдерін елемеуге болатын дене. Қарастырылып отырған жағдайда өлшемдерін елемеуге болатын денені не деп айтамыз дейді? Материалдық нүкте деп айтамыз дейді. Дұрыс па екен, балдар? Егер мынау дұрыс болатын болса, онда не жану керек? Жасыл жану керек. Ой, молодец. Так, келесі сұрақ. Механикалық қозғалыс. Механикалық қозғалыс дегеніміз дененің уақыт өтуіне қарай басқа денелермен салыстырғанда орнының өзгеруі. Жақсы, дұрыс па екен? Қазір қарайық дұрыс па екен жауабы. Дұрыс па? Өте жақсы. Айзере неңді секемді қыстырақ. Келесі сұрақ не қыл деп тұр? Жылдамдық деген не дейді? Жақсы, жол тобынан кім жауап береді? Кім жауап берейін деп жатыр? Жылдамдық. Жылдамдық дегеніміз. Орналастырудың шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама. Орын ауыстырудың шапшаңдығын сипаттайтын физикалық шама дейді. Жақсы, қазір дұрыс па екен қарайық. Балдар, жауаптарың дұрыс болса, ана жерге стикерлеріңді нетіп кетің, өздерің тұстарыңа. Өздеріңді бағалап атсыңдар сонда. Неғыл деп тұр?
қозғалыс траекториясы дейді. Қозғалыс траекториясы. Жақсы кім? Әділбек айта ғой. Материялық нүктенің өз қозғалысына кезінде қалдырған ізі. Қалдырған ізі. Қозғалыс траекториясы дегеніміз материалдық нүктенің өз қозғалысы кезіндегі қалдырған ізі дейді. Дұрыс па екен? Дұрыс па екен? Өте жақсы, молодец. Жақсы оқушылар, енді нөмірі бірінші практикалық жұмысымыз неғыл деп тұр? Жұптық жұмыс бұл. Қазір неғыл дейді? Әр топтан екі оқушыдан шығып, көлемі әртүрлі өзі жүретін көліктердің жылдамдықтарын есептейді дейді. Оқушылар, біздер практикалық жұмыс болғаннан кейін өз қолымызбен жасап, бәрін өз қолымызбен тәжірибені жасап көрсетеміз. Өз қолымызбен өлшеу нәтижелерін аламыз, иә, сосын тақтаға шығып, формулаға салып есептейміз. Жақсы, енді әр топтан екі оқушыдан шыға қойық. Секунд өлшеуіш құралымызды алайық қолымызға, бір машинамызды алайық мына жерден, сосын өлшеуіш лентамызды алайық. Ал есептеуіш жерді. Бері қарай. Әділбек, сәл бері қарай не алмадың ба? Жақсы. Сол жобаға кетсең болды. Неше болды? Жақындатпа оған. Тұсын алып кешеш деп. Неше болып тұр? 114 жаңа алдыңғы. 150, 114. Бар, тақтаға жазып есепте ғой. 260. Жақсы. Баймұрат, сендер не істей қойың? Оқушылар жазған, метрге айналдырған дұрыс па? Жақсы, дұрыс екен. Жақсы, Айзере. Секендеріңді жапсыра қойың. Жақсы, оқушылар. Енді екінші практикалық жұмысымыздың мазмұнын қарайық. Неғыл деп тұр екен? Ал қарайық, неғыл дейді? Жылдамдық тобынан екі оқушы жүк көлігімен белгілі бір қашықтықтағы А пунктінен шығып, В пунктіне, одан шығып С пунктіне барады дейді. Әрбір арақалықтағы кеткен уақытты өлшей отырып, жүк көлігінің орташа жылдамдығын анықта деп тұр. Ал шығайық. Жылдамдық тобы. Әуелі бір-бірден жасайық, иә, бір-бір топтан. Ал бастайық. Жақсы. Неше болды? Қанша секунд болды? 3:75. Жақсы, өзі жазып тұр екен, кім? Хангелдінің өзі жазып тұр екен. Өзі жаза берсін. Келесі. 0-ге келтіріп ал, асықпа. Неше болды? Жақсы, тақталар орындай қойың. Так, S1-лерің неше сендердің? S1-іміз 2 метр, S2-іміз 4 метр, дұрыс айтасың. Молодец, бар, есептей ғой. Так, енді бұл балдар, бұл оқушылар есептегенше балдар келесі екінші топ неғыл деп тұр? Әгіл оқып алайықшы есеп, екінші топ неғыл деп тұр? Жол тобына дейді. Екі оқушы топ трактормен шығамыз. А пунктінен В пунктіне, одан шығып С пунктіне, одан шығып Д пунктіне барады. Осы аралықта кеткен уақытты өлшей отырып, тракторымыздың орташа жылдамдығын есептейміз дейді. Ал бастаймыз. Есептеп ал. Қолыңа қағазыңа жазып тұр балам, жазып тұр. Неше болды? 2,7 болды ма? 2,75 па? Жақсы. 2,75 секунд. Жақсы, ары қарай. 2,66. Молодец. Ана лентаны алып тастай қой балам.
Болды ма? Так, жеке жылдамдықтар тауып алдың ба сен? Енді орташа жылдамдығын тап. В орташа не болады? Екеу не істейсің? Иә, дұрыс айтасың, екеуін қосып. Бұл да дұрыс қой, балдар. Екеуін қосып екіге бөле қойса, орташа жылдамдық шықпай ма? Топтан кім шығады? Аяжан мен Елдос шығады. Жақсы, Елдос кел ал. Сендерде неше пункт жүру керек? Ал қараңдар. Ей, қан келді, ал. Ең соңғы орныңа не істейсің? Қайтып келесің, дұрыс айтасың. Қайтып. Так, ал бастаймыз. Жазып отырал. Так, S1 неше? S1-іміз 2 метр, уақыт қанша болды? 1,75. Ары қарай кеттік. Бір 69. Елдос тек мына жерге келгенде сұрақ қалмай ішініңді. Давай. Өте жақсы, ұстап қалың керек қой енді. 2.03. Жақсы. Бұл жігіттер бірінші бұлардың бәрін тауып алған екен. Ол да дұрыс негізінде. Сосын барып орташаны қайтадан S1 қосу, S2 қосу, S3 қосу, S4 деп, S3 деп қайта тапқан. Сонда неше шықты Шахмардан? 1,10-нан 1,113 ба? Не болады? Метр секунд болады, дұрыс айтасың. Жақсы оқушылар, жаңағы екінші практикалық жұмысымды оқушылар өте жақсы орындады, ризамыз, есептеп шығарды, алған өлшемдер бойынша. Енді кішкене сергіп алайық, балдар, кішкене көңілімізді көтерейік, доппен ойнап алайық. Мынандай сергіту сәті бар екен. Неғыл дейді? Әр топ доппен алыспақ беріспек ойынын ойнайды. Алыспақ беріспек қой енді бір-бірімізге не істеген, Сол кезде басқа екі топ доптың жүрген жолымен орын ауыстыруын анықтайды. Түсінікті ғой, Жақсы оқушылар, онда бірінші уақыт тобынан бастайық, Уақыт тобы өздеріңіздің тобыңыздан екі оқушыны шығара қойыңдар. Кімдер шығады, келе қойың. Так, Хадиша мен Жұлдызай шығады. Өте жақсы. Екеуің дәл сызықтың тұсына тұрамыз. Ал, бастаймыз. Анаған жеткізің, балдар, жеткізің, сызыққа жеткізің. Неше рет айналды? Жақсы, енді тез бола қойың енді. Неше қылдыңдар? Жақсы, мына екі топтан сайын сендерден сұрап атқан жоқпыз. Екі топ. Кім айтады, Ерасыл? Орын ауыстыру неге тең, жолдың ұзындығы неге тең? Қан келді? Не 0? Орын ауыстыру 0-ге тең, дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Жол неге тең? Неше рет барып келді Жұлдызайға дейін? Неше уақыт сонда? Жақсы, жолдың ұзындығы 10 метр дейді, өте жақсы. Ал, Данияр. Ал, қалған екі топ қарап отырмыз. Балдар, сызыққа жеткіземіз. Қарап отырмыз, неше болды? 4-еу болды. Сызыққа жеткізіп ұстаймыз, балдар. 4-еу. Тағы да доматасыңдар ма? 5-еу. Болды ма? Тағы доматасың бәлде. Жақсы, неше болды? 9. Болды. 11 бола қойсын. Болды деймін, 11. Ал, жақсы, енді. Ана екі топ. Кім еді, сендер? 11 болғанда 22 болады. Не 22? Жолдың ұзындығы 22. Орын ауыстыру? 2. Дұрыс. Қан келді ме айтқан? Қан келді. Әділбек. Стикерлерін тапсыра қойын.